Бәріне сәлем, бұл Наздан Лайф подкаст, 4-ші шығарылым. Мен есімім Гүлназ, мен 22-демін, және бұл эксперименталды подкаст өзімнің көкжиегімді кеңейту мақсатында және жалпы өз ойыммен бөлісуді осындай аудио форматта үйреніп жүрмін. Бүгінгі тақырып шабытты идеяны қайдан аласыз деген сұраққа жауап болады. Себебі маған Instagram желісінде осы идеяны ұсыныс етіп жазып кеткен болатын. Меніңше жалпы идея деген андай сөз бар ғой, велосипед уже придуман деген сияқты, не нужно придумать что-то новое. Барлық нәрсе әлем бойынша барлық ойлап тауып қойылған. Бізге тек ол нәрсені өзімізге керек, өзімізге пайдалы, өзіміздің изюмкамызды араластырып, осылай адаптировать етуге ғана мүмкіндіктеріміз бар, былайша айтқанда. Сол себепті шабыт деген не, меніңше кім қалай көреді, енді мен өзім бұл нәрсеге қалай келгенін айтатын болсам, мен басқа адамдарға мысал ретінде қарап, басқа адамдардың жұмыстарына қарап өзім бой түзе бастадым. Алғашқы жұмыстарымда алғашқы бір сұрақ пайда болған кезде, так, бізде осындай мақсатта, бізге осындай идея, осындай концепцияны адамдарға жеткізу керек. Қалай жеткіземіз, не істейміз, қалай көрсетеміз, не түсіреміз деген нәрсе келгенде мысал іздей бастаймыз. Яғни осы тақырыпқа немесе осы көңіл күйге жақын кім бар, ол не істеді, ол қалай көрсетті, басқалар не туралы айтып жатыр ол жайында, яғни сол тақырыпқа байланысты көп информация жинау. Бұл ең бастысы. Жан-жақты болу, әртүрлі тілде, әртүрлі платформаларда, яғни видео, фото, текст форматы, аудио, без разницы. Қаншалықты көп бізде осындай информация, контент, мысалдар болатын болса, соншалықты көп бізде оған деген идея пайда болады. Яғни еш нәрсе нөлден басталмайды. Барлығы бір идеядан басталады. Біреу есіне түсуі мүмкін. Мен алдында осындай кино көріп қалдым, немесе басқа біреу мен новостидан мынаны естіп қалдым, біреу TikToktан бүйттім, сөйттім деген сияқты көп бір әртүрлі бір цепочка, кішкентай детальдардан үлкен бір нәрсе құралады. Андай бір сөз бар ғой, әр тамшыдан көл құралады деген сияқты. Соған келтірсе де болады, себебі идея жайдан жай бір адамда пайда болмайды. Үнемі бұл көпшіліктің үлесі. Мүмкін кейбір адамдар жай ғана ол нәрсені ұмытып қалатын шығар. Менің идеям, мен осылай айттым, мен ғана басыма келді деген сияқты нәрсе. Громкий сөздерге келгенде, бірақ та шынына келетін болса, ол адам просто ұмытып қалды, то что кезінде оған осылай біреу көрсетті, немесе кезінде ол осыдан көрді. Яғни информация подсознаниеға кеткен кезде ол уже сознанияда қабылдамайды, яғни ол уже как будто өзінен шығып жатқан сияқты сезіледі. Ол да кінәлайтын зат емес, ол просто адам солай қабылдады. И это тоже нормально. Қазір информационный шумда өмір сүреміз, өте көп контентті өзімізге қабылдаймыз. Жай ғана визуально көшеде кетіп бара жатқанда көрген әрбір вывеска, дизайн, картина, LED-экран, баннер, афиша, тағысы сол сияқты көптеген информацияны біздің миымызға қалдырып жатыр подсознанияда. То есть мы даже если көңіл аударып қарамайтын болсақ та, ол нәрсеге бәрібір ойымыз кетіп қалады, бәрібір ол бір жерде жиналып қалады. Кейін сол сұраққа келген кезде, керек кезде сол ақпараттар шыға бастайды. Неге біз бір суретке қарап, мысалы бір афиша немесе бір обложканы айтайық, оған екі адам қарап тұрып, біреу мынау онша емес жасалған обложка деуі мүмкін, екіншісі тұрып, жоқ, меніңше жақсы, әдемі жасалған деп айтуы мүмкін. Неге олай болады? Себебі екеуінің көзқарасы әртүрлі, екеуінің насмотренность деген нәрсе бар. Білмеймін қалай аударылатынын шынымды айтсам. Екеуінің қараған тәжірибесі әртүрлі. Яғни біреу өте көп ағылшындық контентті қабылдап, көріп, үйреніп қалған болса, демек ол сол көзқараспен салыстырады, ол сол көзқараспен қарайды. То есть это уже процесс, который біз көрмейміз, и оған мән бермейміз ешқашан, и оған миымызда да бір түсініктеме жоқ та. Біз просто қараймыз да, мынау әдемі екен. Ал мида не болып жатыр да? Мида салыстырулар болып жатыр. Так, мен андай обложка көргем, ол осындай күшті компаниялардың жұмыстары. Значит, это классно. Басқа біреу көрген, басқа екінші адам мысалы, ол мүмкін тек локальный контентті ғана қабылдайтын болар. Яғни өзі өмір сүріп жатқан жердегі, демек сол сәттен қабылдауы, тәжірибесі, көрген заттары салыстыру аз, яғни мысал аз. Ода мүмкін тағы да қандай обложкалар болуы мүмкін деген сұраққа ода жауап азырақ болады. Сол себепті ең көп информациямен өзін қамтамасыз еткен адам бай болып есептеледі идеяға. Яғни идея деген ол белгілі бір формаға өтпеген нәрсе, ол текст, концепция. Это может быть просто даже одно слово. Это видео или же кадр, цветокоррекция или переход там и так далее. Поэтому ең маңыздысы осы нәрседе көңіл аудару керек, өзінің қаншалықты қандай контентті қабылдап жатқан. Сол себепті көп жағдайда кеңес беріп жатады. Кімді бақылайсыздар Инстаграмда, кімді көресіздер Ютубта, кім ұнайды жалпы,
жанында қандай адамдар жүр, кімдер танысасын, тіпті киім үлгісіне, стилистикаға қарайтын болса, кейбір адамдар өзінің жанындағы жүрген адамдардан қатарлас киінеді, себебі ода басқа мысал жоқ. Мен тағы мына нәрсені қосатын едім. Бұл жерде тек видео, аудио, фото дегенде біздің көз алдымызға тек телефон елестетіп жатырмыз, теледидар немесе телефоннан арқылы қабылдайтын заттар деп. Бірақ мен айтар едім, білінбейтін, бірақ өзінің үлесін қосатын заттардың бірі ол музей, театр, спектакль, опера, концерт өте маңызды. Сондай жерлерге барған кезде де өте басқаша әсер ететін, бірақ тоже бір насмотренность алынады. Мен мысалы өте көп концерттерге барам. Не үшін? Басында әрине бұл маған жай ғана ұнайтын. Сол вайб ұнайды маған. Шақырса немесе өзімде мүмкіндік пайда болса, өзім қатты барғым келсе, қалмауға тырысамын. Бірақ та кейін уақыт өте келе қазір қарап отырсам, мен концерттерге уже көңіл көтеру үшін емес, анализ жасау үшін барады екенмін. Қараймын, анализ жасаймын, мынаны бүйтіпті, мынаны сөйтіпті деген сияқты. Қазіргі уақытта мен біраз уақыт болды, негізі концерт көп болмады. Мен Алматыда концерттер болып жатқан кезде мен Алматыда болмадым. Бұл себепті біраз нәрседен қалып қалдым, бірақ та басқа шетелдерде болып жатқан концерттерді өте оп-оңай интернеттен тауып көре беруге болады. Сол себепті мен қазір больше цифровой записьтарды қарап жүрмін. И ол жерде де өте көп таңғалдырақ заттар көрем. Яғни мен әлі түсінбеймін ол нәрсенің қалай жасалған, бір какой-то спецэффект 3D-шкада бір өзінің фишкалары болады, там даже просто светящий блеск деген сияқты шетелде өте танымал фишка, прикол, да, но бізде ол нәрсе жоқ. Мысалы, сол тоже қызықтырады, неге ол істемеске. Яғни эта идея создать такую вещь у нас, она взята оттуда, то есть это нормально. Мен мысалы ол нәрсені бір жерден көріп осы жерге адаптировать етіп алып келген болсам, бұл біреу айтуы мүмкін, сен анадан алып қайталадың деп, ал екіншісі айтуы мүмкін, мен аны ешқашан көрмеген, прикольно, жаңа нәрсе алып келдім деп. Яғни біреудің ойына еретін болсақ, олай жүре беруге болады. Біреу былай айтты, екеу былай айтты, тағы деп. Сол себепті меніңше қаншақты дұрыс күшті заттарды көріп біліп, ол нәрсені осындалып келіп үйреніп жасай алатын болсақ, егер мүмкіндіктеріміз соған жетсе, неге көрмеске, неге ашпасқа, да. Потом, мен керісінше қатты қуанамын, егер мен жасаған нәрсені басқа біреу қайталап жатса, демек ол сол идеядан бірдеме көрді. Сол себепті меніңше өте күшті тәжірибелердің бірі, ол өте көп жерлерді бару, көру, сөйлесу, танысу адамдармен. Андай болып тұрады, соңғы кездері байқадым. Бір жерге баруды маған ұсынған кезде, егер мен ол жерде ешқашан болмаған болсам, даже болады енді андай чувство, может не стоит, может это не мое деген сияқты. Не күтерін білмейсің, не істерін білмейсің вроде бы, но егер ұсынып, егер бұл нәрсе саған жап-жаңа болатын болса, лучше барып кел. Қайту всегда можно, да, то есть қайтар жол всегда ашық. Ал барар жолға ашу есікті үнемі оңай бола бермейді. Главное решиться, да, сол нәрсеге бел байлаған болсақ, сол нәрсені көру керек, бару керек, и екінші, үшінші рет уже ойланасыздар, стоит, не стоит, там, и так далее. Поэтому культурные места посещать очень важно. Именно концерты, фестивали, ярмарки, музеи, театры, спектакли, оперы, выставки, тағысы өте көп заттар бар бізде негізі. Тіпті жаңадан ашылған парктың өзіне барып қайтуға үлкен себеп бар. Тіпті жаңадан ашылмаған емес, ешқашан сіздер болып көрмеген парк, таудағы бір кафе, да, немесе в целом просто ресторан болсын, бұның бәрі бір күшті тәжірибе. Мүмкіндік жаңа нәрсені көру, жаңа нәрсені біліп келу, сөйлесіп қайту, сезініп кету деген сияқты. Сол себепті идея қайдан келеді? Идея сізде көп опыт болған кезде қайтып келеді. Ал ол тәжірибені жасайтын өзіңіз. Қай сайтты ашып қарайсыз, қай видеоны ашып көресіз, кімге барып жазыласыз, кімнің стористары сізге шығады. Ал кімнің стористары шықпайды, да, есть прекрасные настройки в Инстаграме. Менің, так скажем, секретом — это скрыть истории. Жаңалық алып келмейді, да, мен насмотренность ешқандай пайдасы тимейді ау деп ойлайтын контенттерді я имею право скрыть моих глаз, так скажем. Сол себепті информационный гигиена деген нәрсені сақтайсақ, ескере отыру керек. Сол нәрсе біз не нәрсені қараймыз, не нәрсені оқимыз, және не нәрсе сезінеміз, қайда барамыз, кіммен сөйлесеміз, соның бәрін саралап, тазалап, ең әдемі күшті өзіміз қалаған картинаға жету үшін әрекет жасайтын болсақ, ол реально сол нәрсеге алып келеді. Ол нәрсе 100%, 200% міндетті түрде дәл солай орындалады. Сол себепті көбірек қарап, күшті жаңа ақпараттарға ашық болайық, ізденейік. Интернет бар болса, демек сіздерде бүкіл әлемге доступ бар. Ешқандай тілдің шекарасына қарамай, барьер көрмей, жаңа нәрсені алып келейік, адаптировать етейік. Мен солай шабыт аламын, мен солай идея аламын, және меніңше бұл навык, который можно развить обязательно.